Ассалаумалейкум. Тақауда Фейсбук пен интернетте ваххабит деген, салафит дегендердің анкеталарынан өздерінің авторитеттері Бекболат Тілеухан мен Мұхамеджан Тазыбек дегендердің әнші Төреғали Төрелидің ұлының аузына түкіріп бата беріп жатқан фотолары қаптап кетті. Ваххабиттердің арасында білімсіз адамдар көп болғандықтан, олар тек мақтанып қана қоймай, өздерінің осы авторитетін түсіріп, масқара қылып тастағандарын өздері де байқамай қалды. Өйткені Бекболат Тілеухан мен Мұхамеджан Тазыбектің діннен шынайы білімдері болса, осылай халықтың алдында масқара болып, білімсіздіктерін көрсетіп, атам заманғы язычестводан келе жатқан ауызға түкіруді жасамас еді. Оның үстіне карантин кезінде инфекция таратып жүр, ауызға түкіріп. Оның үстіне интернетте Бекболат коронавируспен ауырып, әзер тірі қалды деген сөздер тараған еді кезінде. Бұл ауызға түкіру деген баяғыдан ислам дүниеге келмей, жахилия кезінен келе жатқан жабайы салт болып табылады. Бұл шайтаннан қалған әдет. Ол кезде білімсіз халық жаратушы жасаған емес, Аллахтан емес, көмекті әртүрлі салт дәстүрлерден күткен. Егер баласының аузына бай немесе ақын адам түкірсе, баласына да соған ұқсап, не ақын болып кетеді, не үлкен адам болып кетеді деп ақымақтықпен армандаған. Бұл деген шайтанның азғыру болып табылады. Өйткені кім Құранды оқыған болса, адамның тағдырын Аллах тағала бүкіл әлемді жаратпай тұрып жазып қойғандығын білер еді. Құранда Аллах тағала шіріген жапырақтың өзі ағаштың бұтағынан Аллахтың рұқсатынсыз жерге түспейді дейді. Сондықтан Бекболат пен Мұхамеджан жас баланың аузына жай ғана түкіріп емес, бірнеше рет аузын толтырып қақырса да, оның маңдайына жазылған тағдыр ешқашанда өзгермейді. Осы жерде жаратушымыз Аллахтан емес, адамнан болашақ күтіп отырғанда, Төреғали да оның баласының аузына қақырып түкірген шашып отырған Тазабек пен Бекболаттың да діннен ешқандай білімдері жоқтығын көреміз. Ал енді осындай элементарный нәрсені білмеген осы екі адамның уағыздарын тыңдап, адасқан адамдар өте көп қазір арамызда. Мұхамеджанның діннен білімсіздігі жайлы бұрынырақ видеода түсірген едім. Хадиста осылардай ауыздарын керіп, тоқтамай сөйлейтін, елді адастыратын адамдар жайлы былай делінген. Өткір тіл сиқырдан, орысшасы красноречие от колдовства дейді. Ал сиқырдың шайтаннан екенін бәріміз білеміз. Сондықтан сақ болыңыздар, мұсылмандар. Ал енді Бекболатқа келетін болсақ, бұл адам мұсылмандарды қарғағанды өте жақсы көреді. Жай ғана қарғымайды, әсіресе намазды оқыған кезде де қарғайды екен, күніне бірнеше рет. Хадиста кім қарғайды, ол бізден емес дейді. Тағы бір хадиста қарғыс адамды өлтіргенмен бірдей дейді. Сол сияқты Құранда Аллах кім бір адамды өлтірсе, ол бүкіл адамзатты өлтіргенмен бірдей. Егер кім бір адамды аман алып қалса, ол бүкіл адамзатты аман алып қалғанмен бірдей деп ескертеді бізге. Сондықтан Бекболатқа айтарым, әйел емессің ғой қарғай беретін. Өзгені түзетпес бұрын алдымен өзіңді түзет. Сонда мүмкін адамдар саған басқаша қарайтын болар. Мені қарғасаң өзіңе қарғысын қайтып баратынын ұмытпа. Қарғыстың мұсылмандарға жат қылық екендігі жайлы кейінірек тағы бір видеода шығарармын, иншаллах. Сондықтан да мұсылмандарымыз қарғысты қойыңыздар. Қарғыс деген өте ауыр күнәлардың бірі болып табылады.